Құрметті комиссия төрағасы, комиссия мүшелері, еліміздің заңгерлер қауымының көкейінде жүрген ата заңымыздың қазақ тіліндегі мәтініне қатысты бірқатар мәселелерді университетіміздің профессорлары өтініш платформасы арқылы жолдап, ол ұсыныстар ескеріліп, әрі қарай ата заңның қазақ тіліндегі мәтінмен жұмыс істейтін арнайы топ құрылып, жүйелі әрі нәтижелі жұмыс атқарылды. Ең алдымен комиссиясының алғашқы отырысында көтерілген терминдердің бірізділігі мәселесінің ескерілгенін атап өткім келеді. Мысалы, қолданыстағы конституцияда заңгерлер тарапынан жиі сынға алатын құқылы, хақылы, құқығы бар, құқығы жоқ, хақысы бар сияқты терминдер әртүрлі контексте қолданылып келген болатын. Жаңа мәтінде бұл терминдер мағынасына қарай жүйеленіп, біріздендірілген. Қазіргі таңда Конституцияның қазақ тіліндегі мәтінін оқығанда, тілдің жеңілдеп, мағыналық тұрғыдан азаматтарымызға анағұрлым түсінікті болғаны байқалады. Атап айтқанда, бұрынғы редакцияда жиі кездесетін болып табылады, жүзеге асырады сияқты қалқалық құрылымдар жаңа мәтінде жоқтың қасы. Қолданылған тұстардың өзінде де олар орынды әрі тілдік жағынан үйлесімді берілген. Сонымен қатар терминология мәселесінде қазақ тілінің ішкі заңдылықтары мен ерекшеліктері ескерілгенін атап өткім келеді. Мәселен, бұрын қызметке тағайындайды деп аударылып келген тіркес жаңа мәтінде тағайындайды деп ықшам әрі нақты қолданылған.